Ер азаматтың өмірінде адал шынайы дос ұғымы өте маңызды екен. Аллах Тағала Құранда айтады: адам өзінің досының дінінде дейді. Сондықтан да әркім кіммен дос болып жүргеніне қарасын дейді. Егер де сіздің досыңыз жаман, күнәлі амалдар жасап жүрген болса, онымен араласпай қою емес, керісінше оны дінге, исламға шақырыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да солай жасаған. Пайғамбарымыз Меккеден Мединаға хижрет жасағанда жанында Абу Бакр радиаллаху анху болады. Ол екеуі мушриктерден тығылып Сәуір үңгіріне тығылған кезінде артынан мушриктер қуып жетіп қалған еді. Сонда Абу Бакр тығылып жатып, пайғамбарымыз айтқан екен: қазір біреу аяғының астына қарайтын болса, бізді тауып алады ғой дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Бакрдың жүрегінен қорқынышты алып тастап, Аллаға деген тәуекелін бекітті. Аллах Тағала Құранда айтады. Сонда إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Яғни пайғамбарымыз сонда досына қарап: қорықпа, қайғырма, расында Аллах Тағала бізбен бірге деп оны жұбата білді дейді. Аллах Тағала Абу Бакр радиаллаху анхуды пайғамбарымыздың досы деп бекітті. Ал пайғамбарымыз Абу Бакрге қорқынышта жүрегіне Аллаға деген тәуекелді бекітті. Егер де сіз досыңызбен тек қана күлкіде, жаңағыдай күнәлі амалдарда ғана бірге болатын болсаңыз, бұл өкінішті, себебі ақыретте жасаған күнәларыңызға бір-біріңізге куә боласыз. Бір сапта бірге намазға тұрып, бірге Құран оқып, бір-біріңізді Аллаға тәуекел етуге, исламға, дінге шақырып жүрген болсаңыз, ақыретте шынайы достардың қатарында бір-біріңізге тек қана жақсылықта куә боласыздар. Бұл менің досым еді, ол менімен бірге бір сапта намаз оқыды, бұл менің досым еді, екеуміз бірге Құран жаттауды үйренгенбіз деп жақсылықта куә болады екенсіз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әр бір өмірі бізге ғибрат әрі үлгі. Ол өзінің досының жүрегіне Аллаға деген тәуекелді бекітіп, бойынан қорқынышты алып тастаған секілді, қайғырғанда сіздің жаныңызда: қорықпа бауырым, Аллах Тағала бізбен бірге, біз бәрін жеңіп шығамыз, тек қана Аллаға тәуекел ете білейік деп жаныңызда болған адам мінекей нағыз шынайы дос екен, ардақты ағайын. Дәл сондай пайғамбарымыз секілді бізді дінге шақыратын, Аллаға шақыратын, Аллаға деген сенімімізді арттыратын достарымыз көп болсын.